Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ең сәтті шығатын американдық панкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жұмыртқаға қантты салып, оны жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Сосын оның үстіне жылы сүтті құйып, тағы да араластырамыз. Кейіннен ұнға қопсытқышты қосып, араластырып, кейіннен електен өткізу арқылы қамырымызға саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз, ешқандай да комочек қалмау керек. Соңында ертілген сары майды қосып араластырамыз. Қамырымыз дайын. Табамызды қатты қыздырамыз да майсыз пісіреміз. Менің табам антипригарный покрытиесімен Faberlic компаниясынан. Тіркеліп алатын болсаңыз, сізге 20% скидка жүреді. Осылайша орташа отта бір біреулеп панкейктерімізді пісіріп аламыз. Видеода қарап тұрғаныңыздай, беті көпіршіктене бастаған кезде екінші бетіне аударамыз. Екінші беті тез пісетін болғандықтан қарап тұрғаныңыз абзал. Осылайша біздің панкейктеріміз дайын. Дайындалу жолы өте оңай әрі қарапайым. Сіздерге осы рецептпен жасауға кеңес етемін. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.